Ассалаумағалейкум достар. Біз қайырымдылық мекемесіне қонаққа келдік. Тағы да мен YouTube каналынан көргендеріңіз бар шығар. Бұл жерде өте керемет тәрбие береді, керемет балаларға жағдайдың бәрін жасайды. Бұл мекемені жалға алып қазір істеп жатыр. Осы кісілерге енді мүмкіндік пайда болып тұр. Осы ғимаратты өздеріне сатып алса, яғни енді ол кісілер күнде арендасын ойлап, ертең аренданы қалай төлеймін демей, енді өз атына алатын мүмкіндік келіп тұр. Достар, номерді видеоның астына қалдырып кетем. Міндетті түрде хабарласыңыздар, қолдарыңыздан келгенше көмекті беріңіздер. Бәріміз қазақ елін дамытуына үлесімізді қосайық ағайын. Жарайсыздар. Дені сау, отан сүйгіш, бойына рухани құндылықтарды қалыптастырған жастар қатарының санын көбейту, қай кезеңде болмасын мемлекет алдындағы жауапкершілігі жоғары міндеттердің бірі де бірегейі. Кез келген мемлекеттің жарқын болашағы ондағы жастардың болмысы мен санасына, мәдени жетілуіне, білім мен тәжірибе деңгейіне байланысты. Сондықтан қазіргі таңда елімізде жастардың рухани танымдық тәрбиесін, жан-жақты сауаттылығын арттырудың маңызы орасан. Құрметті отандастар, еліміздің болашағы жастарымыздың тәрбие және білім ошағына айналған, қазіргі таңда жалға ұстап тұрған қайырымдылық мекеме ғимаратының сатып алуына, отанымыздың дамуына шама келгенше үлес қосуыңызды шақырамыз.